Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен хит болған вупи-пай тортының құрамымен бөлісемін. Бағасы қолжетімді әрі дәмді болып шығады. Заказ қабылдасаңыздар да болады. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, 150 грамм қантымызды қосып, осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Венчик болмаған жағдайда вилкамен араластырсаңыздар да болады. Одан соң сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай да миксерді талап етпейді. Осылай венчикпен араластырсаңыздар болады. Ұнымызды, қамыр қопсытқыш және какаомызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай миксерді қажет етпейді. Мендегі какао Малайзия какаосы, тура оригинал рецепт сияқты болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Қамырымыз осылай қою болады, ешқандай да уайымдамаңыздар. Осындай бір кесе ыстық суымызды құйған соң, біздің тестамыз сұйық болады. Жақсылап араластырып аламыз. Арасындағы түйіршіктері кетіп, біздің тестамыз сұйық қамырға айналғанша араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз осылай сұйық бола бастайды. Ешқандай да миксерді қажет етпейді. Одан соң осы қамырдан 4 корж шықты. Яғни 4 коржымыздың фергаментін дайындап, 4 бөлікке бөліп аламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа пісіріп аламыз. Оған дейін біздер кремін дайындаймыз. Осылай сливкимізге қантымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен творожный сырымызды салып, қою крем дайындаймыз. Одан соң осындай одноразовый мешогымызға салып, жақсылап кремімізді жағып шығамыз. Креміміз міндетті түрде холодильникте тұруы керек, еріп кетеді әйтпесе. Осылай жақсылап одноразовый мешогымызға салып аламыз. Креміміз міндетті түрде холодильникте тұруы керек және тез араластыруымыз керек. Ең астына осылай кішкене крем жағып шығамыз, себебі коржымыз жылжып кетпеу үшін. Одан соң осылай мен шарик шығарып жасадым, шамалы сәнін беріп тұрсын деп. Әркім өз қалауы бойынша жасаса болады. Осылай барлық корждарымыздың арасына шаригін жағып, ортасына кремін жағып, жақсылап корждарымызды қойып шығамыз. Ең жоғарғы қабатына 4-ші коржымызға осылай кішкене кремімізді жағып, үстіне водяной ваняда қайнаған осылай шоколадымызды үстінен құйып шығамыз. Шоколадымыз мұздауы керек, себебі кремімізді ертіп жібереді. Осылай барлық жеріне жағып шығамыз шоколадымызды. Одан соң әркім өзінің қалауынша әсемдесе болады. Мен осылай жемістермен әсемдедім. Одан соң холодильникке 10-12 сағатқа қойып аласыздар. Біздің вупи-пайымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Тура оригинал рецепт сияқты болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.